мынаны қалай құтыласың сен? Мынау сені ажалыңнан бұрын өлтіретін нәрсе. Енді бұны қаншасын іштің? Ұмытып қалдым. Іштің, өзің айтып отырсың, бір жақыным қайтыс болды деп, Енді мынаны қалай құтыласың сен? Мынаны көрген кезде сенің нәпсің оянады. Неге дегенде, мынау бірден энергия береді, миыңа құрт болып кіреді. Сен көзің жалт ете түседі, көлік ұйықтап келе жатсың ба, бірдеңке оқыған кезде жұмыс істегің келіп тұрады, күшің 10 есе артып кетеді. 20 есе бүкіл жүрегің, қан тамырың, ана газды ең түбіне дейін басып айдайсың ғой. Сенің машинең мысалы 240 спидометр көрсетсе, сен Жапан далаға шығып алып 240 пен айдаш, 100 километрден кейін мотордан мотор қалмайды. Келісесің бе? Қызып кетеді. Мынау сені сол сияқты қыздырады моторын. Сол кезде не істейсің? Сен мынаны көрген кезде көзің жұмасың, көзің жұм. Егер саған мынаны құмарлығың болған кезде, ең алдымен бұл сенің денеңді белгі береді. Денеңді бақылайсың. Денең не болып жатыр екен? Ішің бүріп, тамағың жыбырлап бақылай бастайды. Соның кейін барып ойыңды бақылайсың. Мен қазір мынаны ішкім келіп тұр, осыны істегім келіп тұр деп те, миыңа бақылау жүргізесің. Жай ғана сырттан қарап тұрасың. Соның кейін барып, сенің өмірдегі ең бағалайтын құнды нәрсең не? Денсаулық. Денсаулық. Айтасың, ал мынау менің денсаулығымның жауы. Сенің денсаулығың. Келісесің бе? Екіншісі сенім. Сенім деген неге сенесің, не мүмкін емес деген нәрсе. Мына горилла сені ажалыңнан бұрын өлтіруі мүмкін ба? Мүмкін. Қанша пайыз? 100%. 100% мынау сені ажалыңнан бұрын өлтіретін нәрсе. Енді ұстанымың. Енді горилланы көрген кезде сен айтасың, біреу жығып сап, аузыңа құйса да ішпейсің, тегін берсе де. Бекіді ма ұстаным? Бекіді. Енді сен роль жаттығу жасайсың. Мынаны алып қоясың, көлігіңе де, үйіңе де қоясың да, мынаны көрген кезде осы жаттығу жасайсың. Көрген кезде осы жаттығу жасайсың. Ішпейсің, соның кейін 10 минут кемінде. Егер денің сау ұзақ өмір сүргің келсе, 10 минуттан кейін қайрат, өзіңді мақтайсың. Сен өзіңді дрессировать етіп жатсың. Ана циркте байқасаң, арыстанды, жолбарысты, аюды, билеуді, белсебеттеуді істетеді да, аузына бірдеңке сала қояды. Тамақ береді, кәмпит тәттіні бере қояды. Байқайсың ба? Бүркітті де сөйтіп тәрбиелейді. Сол сияқты сен қайратты өзің саналы миыңмен тәрбиелейсің. Қайрат жарайсың. Өзіңе бір сыйлық бересің. Мақтайсың, соң айтасың, мынаны шыдап кеткенім үшін енді бір кино көрейін, бір жаққа қыдырайын деген сияқты. Миың соған үйренеді. Түсіндің бе? Міне, осылай ғана құтылуға болады бұдан. Техникасы. Давай.